Ал сәлем достар, сіздермен бірге Алихан Про. Енді біз бүгін Майнкрафттың жаңа версиясына обзор жасаймыз. Бұл енді 1.19.70.24-тен версия, бұл осындай бета версия. Енді біз бұл Майнкрафтта қандай новый заттарды автеткен көреміз. Онда кеттік достар. Міне, енді осы жерде ең маңызды зат. Бұл снифер. Я, осы голосованиеде снифер женді. Олар осылай дәу және қараңыздар. Ол еске береді. Қараңыздар, қазір ол ескегені қызық. Міне, ескеген анимациясы бар. Және олардың осындай бар. Не, текстурасы осындай. Бірақ оның что-то орысша аты нюхача. Нюхач. Я, осындай бір түрлі ат. Міне. Қазір біз жасап көрейік. Тағы да бір осындай бір забормен. Бла-бла-блай. Сонда бізде осындай байда болады. Тағы да қазір оны көрейік, ол не жейтінін. Менің ойымша ол шөп жейді. Өйткені түріне қараса ол шөп жейтін жануарға ұқсайды. Бірақ жемейтін сияқты. Және оларды көріп тұрғаныңыздарыңыздай 6 аяғы бар, қараңыздар. Міне мына жерде үшеу, мына жерде тағы да үшеу. Олардың дауыстары қызық. Тағы да ең бір түрлі зат. Тауықтың жұмыртқасын өзгертіп жүрді. Міне қараңыздар, мына не болып кеткенін. Жарайды. Дельфиндікі сияқты болып кеткен. Неге екенін білмеймін. Жарайды. Енді келесі зат, ең маңызды зат бұл подозрительный құм. Я. Оның аты өзі сондай, подозрительный құм. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай, оның текстурасы қалай танымдай. Айырмашылықтар бар. Және оның бұзылған дауысы қараңыздар. Бұзылғанда әйнектің дауысы сияқты. Міне. Құмдыкімен вообще ұқсастығы жоқ. Енді сосын осындай бір кисточка добавить етті. Қараңыздар. Осындай бір зат, ол мұнан ішінде. Тұра тұрыңыз. Міне. Онымен осылай оны сүртсе болады. Қараңыздар. Сонда ол бұзылады. Міне осындай бір керемет обновление. Оның ішінен бірдеңке тапса болады. Қазір біз бірдеңке тауып көрейік оның ішінен. Ол үшін бізге подозрительный құм береді. Енді менің ойымша оның ішіне бірдеңке салып қойса болады. Қысқасы айтқанда ішінде ештеңке табылмады. Жарайды. Енді тағы да ең маңызды зат. Бұл осындай құмыралар. Оның дауысы өте әдемі, қараңыздар. Осындай бір өте әдемі дауысы бар. Қазір мен сіздерге тыңдатып көрейін. Міне осындай. Ал сниферлердің дауысы мынандай. Міне осындай бір керемет дауыстары. Сосын бізде новый блоктар. Я, бұл блоктар бұрыннан бар десеңіздер, оның жасыл түрі пайда болды. Міне. Новый түрі. Жасыл түрі и осындай. Өте керемет. Сары түсті сол бұрыннан бар, бірақ мынандай жасыл ол новый. Міне. Оған қоса құмыраның сынықтары. Новый заттар. Мына суретте сіз көріп тұрғаныңыздай алмаз тұр. Қараңыздар. Алмаздың суреті. Қазір сіздерге көрсетейін. Міне. Алмаздың суреті тұр. Қазір біз сіздерге көрсетейін. Қалай ол көрінеді. Міне. Обей. Міне. Ода алмаздың суреті тұр. Сосын тағы да мынандай. Бұл жерде уже бір адамның суреті тұр. Кім екенін білмеймін. Сосын мына жерде садақтың суреті тұр. Или білмеймін не екенін. Сосын мына жерде скелеттің суреті тұр. Міне осындай бір қызық суреттер. Құмыра сынықтардың сыртында. Сосын бізде осындай новый гүлдер добавить етті. Міне. Ол от гүлдері деп аталады. Тұра тұрыңыздар. Міне мына семеналары. Мен оны қайда егу керек екенін білмеймін. Бірақ осындай оның гүлі бар. Қараңыздар. Ол осындай бір түрлі гүл. Қазір біз оны егіп көрейік осындайға. Вау. Какой-то новый бір вәлі. Не екенін білмеймін. Короче, осындай бір ерекше зат. Енді
оның фруктысы жоқ, просто осындай семена. Ал оны жеп көрсе бола ма? Жеуге бола ма? Қазір соны тексереміз. Ол съедобный болса, онда күшті. Қазір енді көрейік. Тұра тұрыңыздар. Жоқ, ол съедобный емес. Жарайды. А оны бұлай жей аламыз ба? Жей алмаймыз. Короче, бұл не съедобный бір түрлі бір бәле. Жарайды. Енді сандықтарына қайттан салып қояйық. Сосын бізде осындай новое обновление. Енді осын қалайды? Осы нота блоктың үстіне қойып қойса, я? Міне. Осындай бас. Стивтің басынан басқасын қойса, онда ол осындай дауыс шығарады. Міне, сіздерге енді осылай бір түрлі қызық дауыстар шығарады. Оны біз осылай қоя саламыз. Міне. Бірақ неге екенін білмеймін. Негізі Стивтің дауысы да естілу керек. Бірақ ол жоқ, просто жоқ, қараңыздар. Мысалы мен қазір Стивті қойып көрем, қараңыздар. Ештеңке естілмейді, себебі ол жоқ. Негізі ол болу керек. Міне. Енді жарайды, бұларды алып тастайық. Сосын тағы да ең қызық зат. Бұл мына сандықтың ішінде. Новый зельелер, қараңыздар. Мынау взрывное зелье знатока черепах. Қазір. Іздеп көрейін, соны зелье түрін. Черепах. Тұра тұрыңыздар. Міне. Зелье түрі. Бізге мынаны взрывное зелье бізге керек емес. Міне. Зелье исцеление. Давайте біз оны выживаниеде тестировать етіп көрейік. Кішкене урон алу керек бізге, менің ойымша. Қалай урон алса болады? Давайте біз просто команда жазайық бір. Тұра тұрыңыздар, жоқ. Команда жазайық. Damage. Собачка P. Тұра тұрыңыздар. Я. Енді уронның санын 50 дейік. Или 5. Міне, алынды. Енді біз зелен ішейік. Бұл регенерациядан да мықтырақ, бұл сразу естелетеді тұржады. Енді осындай ең қызық зелье. Зелье знатока черепах. Біз оны ішіп алсақ, бізде сразу екі эффект пайда болады. Бұл медленность 4-ші уровень, сосын стойкость 3-ші уровень. Міне, бір түрлі осындай. Жарайды. Енді мен қайттан творческий оралайын. Осылай бір екі күшті новый зельелер. Дәді мен сүт іше сайын. Болды. Енді тағы да бір ең керемет заттардың бірін көрсетейін сіздерге. Бұл осындай. Если сізден осындай книжный полканы алсаңыз, осындай болады. Сіз қайда қойыңыз келеді, сол жерге қоя аласыз. Мысал, былай. Міне. Осылай, мына жерге мысал. Жазу жазса болады. Немесе просто қойып қойса болады кітаптарды. Міне, қараңыздар. Мысал, осылай. Міне. Міне. Осындай бір ең керемет обновлениенің бірі. Зато бұнымен енді көбірек заттар істесе болады. Және бұнымен қалайдан андай механизмді жасаса болады. Бұл ең керемет обновлениенің бірі. Міне. Мен тіркелден жазын. Сіздер де тіркеліп кетіңіздер. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және осы обновлениенің ссылкасы ол описаниеде. Немесе просто астында десе болады. Міне. Осындай бір керемет обновление болды. Лайк бас, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетейік. Осы жазудағы көрсеткеніндей тіркелейік. Если сізден қызыл кнопка тіркелуден кнопканы көрсеңіздер, оны сұрға айналды деп тастаңыз. Сосын маған приятно. Міне. Ұзақ уақыт видео түсірмей кеткен себебі мен еріншекпін.
Иә, еріншекпін. Ерінгеннен видео түсіргім келмеді. Ал міне енді мен бүгін ерінбей видео түсіріп жүрмін. Ертең де видео түсіруге тырысамын. Онда сау болыңыздар достар.